сол күндердің елесіндей мәңгілік, айналасың ән қылып, алаңдағы сол дауыстар күнде естіледі жаңа. Осы желтоқсан оқиғасы салдарынан қаза болған жазықсыз жастарымыздың рухына бас иіп, орнымыздан тұрып бір минут еске алайық. Желтоқсан оқиғасының бірнеше ошағы болған. Алматыдағы Брежнев қазіргі республика алаңында басталып, әрі қарай Тараз, Қызылорда, Шымкент, Талдықорған, Қарағанды, Өскемен, Жезқазған, Көкшетау, Семей, Павлодар, Арқалық қалаларында және Шамалған, Сарыөзек елді мекендерінде толқу болып өтті. Сөз кезегі өздеріңізде. Мысалы, мен өз басымда 16 күн естіген жоғым кешке не болған. 17 күні сабақта отырып естідім. Бірінші сабақ, мысалы, Қазақстан тарихы болған кезде, бір 45 біткеннен үзіліске шығады ғой. Сол кезде уже үзіліске шығып келген балалар сонда естіп, айтып, өйткені бізде жатақханада телевизор ештеңе жоқ, ол кезде жалғыз бір бөлмеде болады, анда Ленинская комната деген ой жерге бәрін бара бермейсің. Бөлмеңде отырасың, каждый бөлмеде қазіргідей не жоқ қой, бізде телевизор жоқ, естіген жоғым рас. 17 күні сол сабақта естідім. Сосын бірінші сабақтан кейін уже біз отыра алмадық. Барлық алаңға кетіп жатыр екен, жаңа қолбен болғанын естідік. Сол 45 минуттың бітуін күтіп, содан кейін уже алаңға қарай, уже таңертең оң болмай, біз сол Брежнев атындағы алаңға болдық. Bedeli Mahabat kayrat ekеулеп Шымаралатқан денені Көк тудың желбірегені Жаныма қуат береді Таласқа түссе жан мен ту Жан емес маған керегі Көк тудың желбірегені Құрметті оқушылар, ұстаздар, тәуелсіздіктің келе жатқан тәуелсіз мерекесіне сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа біз бүгінгі үлкен кездесуде айтып отырмыз ғой, бұл тәуелсіздік оңайлықпен келген жоқ. Сол тәуелсіздігіміз қаншама ғасырлар бойы ата-бабаларымыз аңсаған тәуелсіздігіміздің тұғыры берік болсын дейміз. Біздің елімізде қашанда тыныштық болсын дейміз, халқымыз аман, еліміз тыныш болсын дейміз, тәуелсіздігіміз баянды болсын. Құрметті оқушылар, тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Кейінгі жас ұрпақ өз елінің отансүйгіш патриоты болсын дейміз. Өз туған жерінде деген сүйіспеншілігі мол, сол елінің қамын жейтін керемет азаматтар болып өссін. Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын.